Құрметті балалар, біз Даниял екеуміз жасырылған суретті тауып саламыз. Қазір Даниялды мен күтіп отырмын. Келеді ол. Даниялым қашан келеді екен? Келе ғой. Ой, келді мінекей балалар. Қарсы алайық. Даниял келді. Саян достар, напомню, сурет жазатын, сен ойнажат. На канале Даниял ТВ. Аңлап қосыңдар. Біз қазір жасырылған затты тауып, Даниял екеуміз соның суретін саламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мына қорапқа заттарды салам, содан Даниял ұстап көресіңдер де, суретін саласыңдар, жарай ма? Бастаймыз ба? Я. Бастайық. Бастайық, Даниял. Затты мен саламын. Соның суретін саламыз, Даниял. Суретін салыңдар. Ал, дайын. Дайын дейді Даниял. Келе ғой, қараймыз. Даниял, қандай сурет тықты екен бізге? Қандай сурет салу керек екен біз? Ұстап көр. Давай, енді апа ұстап көрсін. Аха, енді мен ұстап көрейін. Мен тез-тез сабиын. Сен сала бер, аха. Жақсы, таптық. Меня заплакал и нал паучкас. Вау! Сонымен не екен о? Яблоко. Яблоко, алма, дұрыс. Ана, апасызда қандай күшті қылып салып жатыр. Келесі. Қараңдар, біздің суреттерімізді балалар. Даниял бұлай салды, мінекей. Апасы бұлай салды. Алмалары міне, Даниялдың алмасы. Енді келесі затты саламын мен. Келесі зат көздерін жұмдар. Так, дайын, давайте. Мәссаған. Даниял тапты салып кетті. Мен де табайын, не ана жақта не жасырылып тұрғаны? Ja, табамыз. Қане, көрейік. Вау, апасының суреті осылай болды. Даниял, сен көрсете ғой? Көрсет былай, апа сияқты көтерді. Сонымен, молодцы! Бұл қияр екен, я? Ай, Кризді сен екеуінде сен жедің ба? Келесі затты қоямын. Даниял конфетін жеп алғанша, мен келесі затты қойып дайындап қояйын. Даниял қарамай тұр. Қарамай отырайық. Ал, Тәтті екен? Жақсы. дайын. Келесі затты. Қағазын дайындайын, Даниялға жақындатайын. Айтпаймыз не екенін, бір-бірімізге айтпаймыз не екенін. Айтпаймыз деді ғой. Айтпаймыз. Ал енді сала ғой енді. Даниял, суретін. Апасы сіз көріңіз, қандай зат екенін. Маған алдап отыр ол өтіріктен. Мен алдап отыр, ол зат емес ол жерде. Мен білдім. Ал Даниял тез саламыз. Алма. Алма ма? Я. Давай саламыз. Қарамаймыз, бір-бірімізге саламыз. Көріп алмасын, я. Королева. Королева? Сен королева. Ой, жаным. Апасы королева. Ал, саламыз. Саған көмек керек па? Біттің бе? Мәссаған. Yes ба? Райсы, көрейік. Кімдігі ұқсады?
Вау, апасының пиязы қандай күшті. Маған бересің ба, президент? Конечно, беремін. Қай қолыңда екенін табайын ба? Қай қолымда екенін табыңыздар. Ал. Дұрыс. Ал, мына қойылымда апасы. О, таптық. Иә, апа жеңді. Апаның суреті қандай әдемі болып шықты. Қара. Көрсетейік, апасы көрсетіңізші. Әні қандай пияз. Әні. Даниял, сен көрсете ғой. Пияз қандай, балам? Қандай сұры? Дөңгелек, сопақ, Мәрі? Дөңгелек сияқты. Қара. Осы жерде қарайсың. Пияз жейді, е? Пияз жейді. Пияз несімен пайдалы? Пиязды қалай? Несімен пайдалы пияз? Пияз бұл түрлі микробтарды өлтіруге пайдалы, тұмаудан сақтайды. Пияздың қабығын ішін аршып, бүйтіп столға қойып қойсаң, әртүрлі вирустарды өзіне сіңдіріп алады. Пиязды майдалап турап үстіне қант сеуіп, 1-2 сағат қойып қойсаң, оның тұнбасын жөтелгенде ішу өте жақсы. Вирустардан қорғап жүреді біздерді. Біз пиязды жақсы көреміз екеумізде. Тамақпен қосамыз. Иә, тамақпен қосып жейді Даниял пиязды. Өте пайдалы көкөніс. Одан кесер, жұмыртқа салат, тамаққа пісет. Пиязды қалай тез салады апасы? Қалған балаларға мен көрсетіп жіберейін ба? Пиязды қағаз бетіне дұрыстап орналастырып алуымыз керек. Мінекей, қағаздың орта бөлігін тауып, пиязды соған саламыз. Мінекей. Жақсы. Қағаздың бетіне пияз, сопақ пиязымыз дұрыс орналасты, е? Орналасты, жақсы. Тұрған бөліктерін, түптерін ойай саламыз содан кейін. Жақсы. Ары қарай жатқан пиязымыз көріну үшін астындағы столдың бетін ақырында көлеңкелеп жіберсек, пиязымыз шыға келеді. Асыл қайда? Вау, апасының пиязы қалай шығып жатыр. Мастер-класс, лайфхак. Пияз салудың оңай жолы. Достар, сендерге осындай сурет салуды, әр заттың суретін салуды, қалай салуды үйрету қызық болса, комментарийда жазып кетіңіздер. Егер сондай видеолар қызық болатын болса, Даниалдың апасы үйрететін болады. Мама вкусный. Пока! Құрметті балалар, сау саламат болып тұрыңыздар. Келесі эфирде кездескенше сіздерді асыға күтеміз. Пока! Пока!